Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен пахлаваның рецептімен бөлісемін. Оның жасалуы өте оңай әрі жылдам. Көп ештеңенің де қатты қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Өзім жылдам ғана, тез және жылдам пісті. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, және өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Алдымен осындай ұнды алдым мен, яғни жарты килограмм мөлшерінде, 400 грамм мөлшерінде ұнды алып, 250 граммдық маргаринді алдым, яғни сары май болғаны жақсы. Менде қолда бар осы маргарин болғандықтан, осы маргаринімді үккіштен өткіздім. Мінекей осындай болып шықты, үлпілдек болып, мінекей. Енді осының қолыммен үгітіп алып, бір шай қасық қамыр қостым, мінекей. Осылай қолыммен бәрін үгітіп алдым, араласу үшін, сары майымыздың ұнымыз біркелкі араласу үшін барлығын қолданып. Одан кейін жұмыртқаны алып, яғни 2 жұмыртқаны алып, ағы мен сарысын айырамыз. Ағын бөлек ыдысқа алып қалдым, сарысын неке осылай салып жібердім қамырыма, 2 жұмыртқаны. Одан кейін мен аздаған қант салдым, яғни көп неғымадым. Қатты 2-3 қасықтай ғана үлкен қасықпен қант салдым, тек қана шекер салдым, яғни. Одан кейін қаймақ, яғни дүкеннің қаймағын алып, одан да 2 қасықтай салдым, яғни сәл көптеу болып кеткен шығар, 2 қасықтан, яғни ол көп болмайды. Осындай қылып алдым. Содан кейін оның барлығын басын біріктіріп, қамыр бастырып алдым. Осы бастырған қамырымызды, дайын қамырымды мен 3-ке, яғни 4-ке бөлсеңіздер де болады, мейлі ол жағын еш жоқ, артықтығы жоқ. Мен осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Ең біреуін ғана тек үлкен қылдым да, қалғандарын екеуін бірдей көлемде жасадым. Одан кейін жаңағы айырып алған жұмыртқамыздың ағына қант салдым, неке осындай 3-4 қасықтай ма, яғни өздеріңіз қарайсыздар, 4-5 қасықпен, үлкен қасықпен қант алып, осыны енді миксердің көмегімен болсын, блендердің көмегімен көпіртіп аламыз. Қатты үлкен қылып көпірткен жоқпын, шамалы ғана көпірттім. Неке осыған блендерден өткен грек жаңғағын осыны араластырдым, яғни әбден блендерден өткізіп алдым. Сөйтіп осыны неке осы жұмыртқаның ағына араластырдым, екеуін араластырып алып, жаңа біздің қазір пахлавамыздың ортасына салатын салмамыз, неке грек жаңғағын әбден үккіштен өткіздім. Жұмыртқам қатты көпірткен жоқпын, ағын сәл ғана тек қана ағартып алдым да, әппақ қылып болды. Осылай жасап аласыздар. Одан кейін қамырымызды, яғни ең үлкен қамырды алып, осы қамырымызды жая бастаймыз. Неке қатты жұп-жұқа қылмадым, орташа деңгейде қылдым. Содан кейін мен оны 26 диаметрлік осындай өзімнің пирог пісіретін қалыбыма салып пісіріп көрейін дедім, яғни азғантай қылып. Осы қамырымды салып алдым диаметріме, яғни қалыбыма. Одан кейін жұмыртқамыздың жаңағы жасаған салмамызды осы бірінші бетіне салдым, яғни қамырымның үстіне жайдым. Одан кейін екінші қамырымды жайып алып, осы жайып алған қамырымды да осы ненің үстіне екінші қабатына салдым. Бұны да осылай салып аламыз екінші қабатына. Одан кейін тағы да осы дайындап қойған салмамызды, оны да осының бетіне саламыз. Әзірге осылай тек қойып қойдым. Артынан кейін бәрін салып болғаннан кейін бұны жаңағыдай жиектерін әдемілейміз. Мінеки екінші қабатына да тағы да осы салып жатырмын, әдемілеп. Осылай қабат-қабат салған сайын ортасына құйып отырасыздар, яғни. Мінеки осылай қасықтың көмегімен барлығын жайып біркелкі қылып жайып жатырмын. Одан кейін тағы да бір қамырымыз болады, жайып аламыз оны да. Соны да осының бетіне мінеки салдым. Одан кейін тағы да қалған салмамызды осындай қылып бұның да бетіне жаямыз. Яғни менде сәл артықта болып кеткесін қамырымды тағы да бір 4-ші бөлігін шығардым. Сөйтіп 4 не қылып салдым, қамырын 4 бөлік қылып жайдым. Бұны да өстіп жайып аламыз, бетіне біркелкі қылып. Одан кейін соңғы қамырымызды, яғни оны да жайып алып, қамырымызды өстіп бетіне салдым. Енді міне бәрін болғаннан кейін барлығын шеттерін біріктіріп, әдемілеп біріктіреміз, яғни қолымыздың көмегімен әдемілеп осылай
жиектерін әдемілеп бір-біріне жаңағыдай неміз ағып кетпейтіндей қылып бірін-біріне бәрін мінекей әдемі қылып біріктіріп қойдым. Мінекей осылай жасап алдым. Одан кейін жақсы жаңағыдай пышақтың көмегімен осындай ортасынан кестім, әрқайсының әдемілеп. Пахлавамызды қатты майда қылған жоқпын, орташа қылып кестім, яғни бір ортасынан 2 рет кесіп, сосын тағы да ортасынан 2 рет кесіп, сөйтіп жасай қойдым. Қатты майдалаған жоқпын, яғни. Осылай кесіп аламыз барлығын әдемілеп. Одан кейін жаңғақтарымызды алып, яғни грек жаңғағының бетіне, үстіне қойып қоямыз, яғни жоғарысына әдемілеп. Сәндікке де ол әдемі көрінуіне де жақсы. Мінекей осылай кесіп алдым. Одан кейін бір жұмыртқаның сарысын барлығын осылай бетіне жағып шықтым. Қатты несін қамырды түбіне дейін кескен жоқпын, тек қана бет жағына ғана кесіп қойдым. Мінекей осылай барлық жұмыртқаның ағын барлығын жақсылап, барлық жеріне жететіндей қылып, мен осындай щетканың көмегімен барлық жеріне жайып шықтым. Мінекей көріп тұрсыздар. Одан кейін біздің бұл немізді, пахлавамызды 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Піспей қалады демеңіздер. Мінекей пісіп шықты. Пахлавамыз өте керемет болды. Шайға да прям жақсы, күшті болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, яғни өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Міне сіздер де дайындап көріңіздер. Өте оңай жасалу жолы.